Алдымен берілген QR-кодты телефон камерасы арқылы сканерлейсіз. QR-кодты сканерлегеннен кейін сіз автоматты түрде App Store немесе Play Market бетіне өтесіз. Сол жерден BreathSync Do қосымшасын жүктеп ашасыз. Қосымшаны ашқаннан кейін экранда кейіпкер пайда болады және әртүрлі өмірлік жағдайлар ұсынылады. Мысалы, бала ашуланған немесе бір нәрсені жасай алмай тұрған жағдай. Just couldn't do it. Алдымен бала экрандағы нұсқау бойынша тыныс алу жаттығуын орындайды. Бұл кезеңде бала тынышталып, эмоциясын басқара бастайды. Келесі кезеңде бала ұсынылған әрекеттердің ішінен дұрыс шешім таңдайды. Ол үшін экрандағы белгішілерді басады. Дұрыс жауап таңдаған кезде қосымша баланы қолдап, позитивті кері байланыс береді. Осылайша бала ойын арқылы эмоциясын түсінуді және де басқаруды, қиын жағдайларда дұрыс әрекет жасауды үйренеді. Бұл қосымша әсіресе аутизм спектрі бар және эмоциясын басқаруда қиындықтары бар балалар үшін өте тиімді.